Алыс жақын шетелдерден көшіп келген қазақтардың арасында алғаш көшіп келгенде деп бастайтын әңгімелер көп. Сіздің де солай айтатындай әңгімелеріңіз бар ма? Бизнес мектебі жайлы түрлі мифтер айтылады. Соның бірі бизнес мектебіне түскеннен кейін адам байиды деген сөз. Сіз осы пікірмен қаншалықты келісесіз? Жұмыс орныңызда қызметтік тіл ретінде қай тіл қолданылады? Жалпы күнделіктің не екенін және бағалау жүйесі қалай екенін, екі деген қаншалықты жаман баға екенін де онша түсінбейтін кезім болатын. Өте дарынды балалар, көп дарынды балалардың арасында оқығандықтан біртүрлі өзіме де бір артық сенімділік пайда болған сияқты. Ары қарай оқу барысында ақырындап түсіне бастадым. Мені бұл сала ондай қатты қызықтырмайтынын. Бала кезден армандағаным бойынша мен болашақ жұмысымды былай елестететінмін. Және осыны бастайын ба, бастамайын ба деп екі ойлы болып жүрген кезде менің жолдасым өте жақсы қолдау көрсетті, маған қатты сенді қолынан келетініне.